Арман Дүйсенов өмірі. Достар, менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіріп, пікір жазып едіңіздер. Арман Дүйсенов 1974 жылы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында туылған. Ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, заманымыздың ең дарынды композиторы, продюсер, тележүргізуші. Музыканттың еңбек жолы 1990 жылы Павлодар қаласында өткен 22-ші республикалық жас орындаушылар байқауында жеңіске жеткеннен кейін басталған. Арман Дүйсенов әлемдік классикалық музыка, эстрадалық музыка, фольклорлық, этнография сияқты салаларда кәсіби музыкалық білім алды. Дүйсенов көптеген фильмдерге музыка жазды. Оның ішінде Сүйінші, Теміртау көктемі, Ақ сұңқар және де тағы басқа туындылар бар. Композитор 2014 жылы маэстро Эма Муззон нұсқасы бойынша жылдың үздік композиторы атағына ие болды. Тағы бір жылдан кейін Астана жұлдызы нұсқасы бойынша да жылдың үздік композиторы атанды. Арман Дүйсенов мәдениет қайраткері төсбелгісімен марапатталған.